Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып мутациялар және олардың ДНК құрылымының әсері. Мутация дегеніміз организм тұқым қуалайтын материалардың өзгеруі. Бұл өзгеріс гендердің хромосомалардың немесе бүкіл геномның құрылымдық болуы мүмкін. Мутациялар тұқым қуалайтын белгілердің өзгеруіне, кейде ауруларына немесе жаңа қасиеттің пайда болуына әкеледі. Мутациялар бірнеше деңгейге бөлінеді. Гендік мутация дегеніміз біздің ДНК тізбегінде бір немесе бірнеше нуклеотидтердің өзгеруі. Оның түрлері: инсерция – ДНК тізбегіне қосымша нуклеотид кіреді, ал делеция – бір немесе бірнеше нуклеотид түсіп қалады. Бұл өзгерістер амин қышқылдардың тізбегін бұзып, нәруыздің құрылымы мен қызметін әсер етуі мүмкін. Хромосомалық мутациялар – хромосоманың бөлігінің өзгеру түрлері. Делеция – хромосоманың бір бөлігі жойылады. Дубликация – белгілі бір бөлік екі рет қайталанады. Инверсия – бұл бөлік 180 градуста айналып, орнына керісінше орналасады. Транслокация – хромосома бөлігі басқа хромосомамен алмасады. Геномдық мутация – хромосомалардың санының өзгеру, мысалы Даун синдромы, 21 хромосоманың 3 еселенуі. ДНК құрылымының әсері: мутациялар ДНК тізбегінің нуклеотид құрамын немесе ретін өзгертеді. Соның салдарынан ақуыз синтез кезінде кодандардың өзгеру мүмкін. Кейде бұл ақуыздың амин қышқылдық құрамын бұзады. Ферменттер немесе құрылымда ақуыздың белсенділігі төмендейді. Егер мутация жасушаның бөлінуін бақылайтын гендерге әсер етсе, ісік ауруы туындауы мүмкін. Яғни, хромосомалық мутациялар хромосоманың құрылымы бұзылғанда пайда болады. Бағана айтып кеткендей, негізгі 4 түрі болады: делеция, дубликация, инверсия, транслокация. Осылай бүгінгі өткен тақырыбымыз мутациялар. Оқушылар, рахмет, сау болыңыздар.